Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 36-шы тақырыптың С тобына байланысты есептерге бірнеше мысалдар қарастыратын боламыз. Мысал үшін 36-21 жаттығуды мысал ретінде қарастыратын болсақ, оның ең алдымен берілгенін түсініп оқып алайық. Олай болса, тынық судағы жылдамдығы 12 км/сағ болатын қайық айлақтан өзен ағысы бойымен шықты. Яғни тынық судағы жылдамдығы 12 км/сағ болатын қайық айлақтан өзен ағысының бойымен шықты. Меншікті жылдамдығы 18 км/сағ болатын катер 1 сағаттан кейін өзенмен жоғары көтерілді. Егер қайық шыққаннан кейін 3 сағаттан соң қайық пен катердің жүрген жолы 75 км болатын болса, онда өзен ағысының жылдамдығын табыңдар. Демек, бұл есепті біз теңдеулер құрастыру арқылы шығаруымыз қажет. Ең алдымен бізде белгісіз шама өзен ағысының жылдамдығы. Сол себепті өзен ағысының жылдамдығын біз x деп белгілеп алайық. Өзен ағысының жылдамдығын x деп белгілеп алдық, ал тынық судағы жылдамдығы 12 км/сағ болатын қайық өзен ағысының бойымен шықты. Демек, бізде ең алдымен жүрілген жол берілген. Жолдың формуласын еске түсіретін болсақ, S тең болады V көбейтілген T болатын. Бізде жылдамдық пен уақыттар белгілі. Демек, біз теңдеу құрастыратын болсақ, біз жол арқылы теңдеу құрастыруымыз қажет. Бізде x деп отырған өзен ағысының жылдамдығы, бастапқыда тынық судағы жылдамдығы 12 км/сағ болатын қайық өзен ағысы бойымен шықты. Демек, бастапқыда тынық судағы жылдамдығы 12 км/сағ болатын қайық өзен ағысының бойымен шықса, онда өзен ағысының жылдамдығы оның жылдамдығына қосылады. Және де меншікті жылдамдығы 18 км/сағ болатын катер 1 сағаттан кейін өзенмен жоғары көтерілді. Керісінше, бұл катер өзенмен жоғары көтерілсе, демек, бұның жылдамдығынан өзен ағысының жылдамдығын азайтамыз. Егер қайық шыққаннан кейін 3 сағаттан соң қайық пен катердің жүрген жолы 75 км болса дейді. Демек, қайық бізде 3 сағат жол жүрген. Мына жерде жылдамдығын жазып алдық. 12 қосу x жылдамдықпен жүріп бара жатыр қайық. Ол 3 сағатта қанша жол жүргенін табу үшін оны 3-ке көбейтеміз. Өйткені жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтетініміз. Бұл кезде қайықтың 3 сағатта жүрген жолын тауып аламыз. Қосылған. Естеріңізде болатын болса, біз оқыған кезде айттық, катер қайықтан 1 сағаттан соң жолға шықты. Демек, қайық 3 сағат жүрген болса, катер 2 сағат жол жүреді. Демек, катер өзен ағысына қарама-қарсы бағытта жүріп бара жатыр. Сол себепті оның жылдамдығын 18 азайту x дейміз. Өйткені ағысқа қарама-қарсы бағытпен жүрген кезде ағыстың жылдамдығы азайтылатын. Және ол бұл жерде 3 сағат емес, 2 сағат қана жүрді. Өйткені қайықтан 1 сағат кейін жолға шыққан. Осылайша біз катердің жүрген жолында формула арқылы жазып алдық. Енді екеуінің жүрген жолын қоссақ, бізде 75 км шығу қажет. Мінекей есептің берілгенін мынандай бір теңдеу құрастырып алдық. Енді осы теңдеуді шешетін болсақ, өзен ағысының жылдамдығын таба аламыз. Олай болса, бірінші жақшаны көбейтіп ашатын болсақ, 12-ні 3-ке көбейтеміз. Ол кезде 36 болады. Қосылған x-ті 3-ке көбейтсек 3x болады. Мына жерде 18-ді 2-ке көбейтсек 36 болады. Қосылу арқылы жазып аламыз. x-ті 2-ке көбейтетін болсақ, минус 2x болады. Өйткені x-тің сызбасы минус тең болады 75-ке. 3x-тан 2x-ті азайтатын болсаң, x қалады. 36-ға 36-ны қоссақ, 72 болады. Сонда x қосылған 72 тең 75-ке. Ал x деп отырғанымыз тең болады 75 азайту 72-ге. Мына жерде қосу болып отыр. Теңдіктің екінші анауы азайту болып өтеді. Сонда x деп отырғанымыз тең болады 3-ке. Бізде ол x өзен ағысының жылдамдығы болатын. Сонда бізде жауабы v ағыс тең болады 3 км бөлінген сағатқа. Ал енді келесі кезекте 36-22 жаттығуды мысал ретінде қарастырайық. Ең алдымен берілгенін оқып алайық. 400 мың тұрғынның 60% футболға қызықпайды. Футбол жанкүйерлерінің 75% чемпиондар лигасының қорытындысын теледидардан қараған. Енді мына нәрселерді табуымыз қажет. Қанша тұрғын ойынды қараған? Тұрғындардың қанша пайызы ойынды қараған және тұрғындардың қанша пайызы ойынды қарамағанын табуымыз қажет. Олай болса, берілгенде 60% футболға қызықпайды деп отыр.
Ал бізге футболға қызығатын жанкүйерлер керек. Егер тұрғындардың 60% футболға қызықпаса, демек оларға қызығатындардың пайызы 40% болады. Сонда тұрғындардың 40% футбол жанкүйерлері. Тұрғындардың 40% футбол жанкүйерлері болса, 400 мың тұрғынның 40%-ын табу үшін оны 0,4-ке көбейткен жеткілікті. Демек те футбол жанкүйерлерінің санын табу үшін біз 400 мыңды 0,4-ке көбейтеміз. Өйткені 60% футболға қызықпайтын, демек қызығатындар 40% болады. Жанкүйерлер 40%. 40%-ды табу алу үшін 400 мыңның 40%-ы қаншаға тең екенін 400 мыңды 0,4-ке көбейтеміз. Ол кезде бізде шығады 160 мың деген сан. Яғни тұрғындардың 160 мыңы футболға қызығады, немесе футбол жанкүйері. Біз футбол жанкүйерлерін тауып алдық. Демек, енді осы футбол жанкүйерлерінің 75%-ы Чемпиондар Лигасы теледидардан қараған. Санның 75%-ын табу үшін оны 0,75-ке көбейткен жеткілікті. Демек, 160 мың футбол жанкүйерінің 75%-ы қараған болса, оны көбейтеміз 0,75-ке. Ол кезде 120 мың шығады. Сонда бізде 120 мың жанкүйер ойынды қараған. Яғни 120 мың тұрғын ойынды қараған. Біз бірінші сұраққа жауап тауып алдық. Ал енді екінші сұрақ. Тұрғындардың қанша пайызы ойынды қараған? Демек, біз 120 мың тұрғынды жалпы 400 мың тұрғынның қанша пайызын құрайтынын тауып алуымыз қажет. Ол үшін 400 мыңның 1%-ын тауып алуымыз қажет. 400 мыңның 1% деп отырғанын табу үшін оны 400 мың бөлу 100. Өйткені бұл 100% тұрғындардың саны. Сол кезде бізде шығады 4000 тұрғын. Яғни 4000 тұрғын деп отырғанымыз 400 мыңның 1%. 120 мың тұрғын неше пайыз екенін табу үшін біз 120 мыңды бөлеміз 4000-ға. Мына жерде 3 нөлдерін қысқартып жібереміз. 120-ны 4-ке бөлетін болсақ, онда бұл жерде 30 деген жауапты аламыз. Демек, 30% тұрғын футболды қараған. Ал қарамағандар неше пайыз екенін табу үшін 100-ден 30% алған жеткілікті. Өйткені барлық тұрғындарды 100% деп аламыз. Сол кезде 100%-дан 30%-ға азайтатын болсақ, онда 70% тұрғын футболды қарамаған. Яғни 70% тұрғын ойынды қарамады. Ал енді 36-26 жаттығуды мысал ретінде қарастырайық. Берілген оқитын болсақ, ең алдымен автобустың орташа жылдамдығы 60 км/сағаттан артық, бірақ 80 км/сағаттан кем. Автобус 240 км жолды қанша сағатта жүріп өтеді? Осы аралықты 3 сағат 20 минуттан артық емес уақытта жүріп өту үшін автобустың жылдамдығы қандай болуы қажет? Олай болса, ең алдымен бірінші сұраққа жауап беруге тырысайық. Автобустың жылдамдығы белгісіз, бірақ 60 км мен 80 км/сағаттың арасында жататыны белгілі. Демек, жылдамдықты біз x деп алатын болсақ, x деп отырғанымыз ол автобустың жылдамдығы. Демек, x деп отырғанымыз 60 км/сағат пен 80 км/сағаттың аралығында жатыр. Яғни 60-тан үлкен, ал бірақ 80-нен кішкентай. Енді бірінші сұраққа жауап беруге тырысып көрейік. Бұл жерде автобус 240 км жолды қанша сағатта жүріп өтеді? Бізде жылдамдық нақты белгісіз, аралықпен берілген. Демек, қанша сағатта жүріп өтетінінде аралық арқылы тауып аламыз. Олай болса, уақыттың формуласын еске түсірейік. Уақыт дегеніміз жолды жылдамдыққа бөлу қажет еді. Демек, бұның уақытын табу үшін бізде жол деп отырғанымыз 240 км-ге тең. Ал енді уақыт жаңа айттық, аралықпен шығады деп. Бірінші, бұның орнына ең кішкентай мәні 60-ты қойып көрейік. Егер 60 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, ол 4 сағат уақытта жүріп өтетін еді. Ал егер де 240 км-ді 80 км/сағат жылдамдықпен жүргенде 3 сағат уақытта жүріп өтетін еді.
Демек, автобустың 240 км қашықтықты жүріп өтетін уақыты 3 сағаттан көп, бірақ 4 сағаттан аз болады. Демек, бұл уақытты қарастырып отыратын болсақ, 3 сағаттан көп, бірақ 4 сағаттан аз уақытта жүріп өтеді. Өйткені бізде ең аз дегенде жылдамдығы 60 км/сағат болатын. 240 км ең аз жылдамдықпен жүргеннің өзінде ол 4 сағат жүрер екен. Демек, 4 сағаттан көп емес уақыт. Және 3 сағаттан аз емес. Осы уақыт аралығында автобус 240 км қашықтықты жүріп өтеді. Ал енді екінші сұраққа жауап берейік. Осы аралықты 3 сағат 20 минуттан артық емес уақытта жүріп өту үшін автобустың жылдамдығы қандай болу керек? Яғни, тағы да уақыттың формуласын есімізге түсіреміз. Уақыт дегеніміз жолды жылдамдыққа бөлген кезде шығатын шама болатын. Демек, бізде жолымыз деген 240 км, ал жылдамдығымыз бұл жерде белгісіз. Сол жылдамдықты табуымыз қажет. Жылдамдықты бұл жерде x деп алатын болсақ, екінші сұрақ. Бұл жерде жылдамдығымызды x деп алатын болсақ, осындай жылдамдықпен жүрген кезде олар кемінде 3 сағат 20 минут уақыт жүру керек. Демек, бұл ең кем дегенде 3 сағат 20 минутқа тең болу керек. Бұл дегеніміз кіші және тең 3 сағат 20 минутқа. Ал енді біз бұл жерден минутты сағатқа айналдырып алатын болсақ, яғни 3 сағат 20 минутты сағат түрінде жазатын болсақ, 20 минут деп отырғанымыз жақсы білесіздер, ол 3-тен 1 сағатқа тең. Яғни сағаттың 3-тен 1 бөлігі. 1 сағатта 60 минут бар, 60-ты 3 бөлікке бөлетін болсақ, 20 минут шығады. Оның 1 бөлігін алсақ, 3-тен 1 бөлік деп айтатын едік. Демек, 240 бөлінген 2, сондағы x дегеніміз жылдамдық. Қандай жылдамдықпен жүрсе, бұл 3,3-тен 1 сағаттан аз уақыт жүреді. Яғни, бұдан артық емес. Демек, мына жерде x пен бөлшектің орнын ауыстыратын болсақ, 240 аралас санды жай бөлшекке айналдырамыз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, оған 1-ді қоссақ 10. Яғни 240 бөлу 3-тен 10. Кіші немесе тең x-ға. Бұл жерде енді бөлшекті бөлуді жақсы білесіздер. Бірінші 240-тың өзін жазып аламыз, және де 3-тен 10-ды көбейтуге түрлендіріп жіберіп, 10-нан 3 деп жазамыз. Олай болса, 240 көбейту, мына бөлшек керісінше айналып түседі. Яғни кері бөлшегін жазамыз көбейту арқылы. 3-те 10-ның кері бөлшегі 10-да 3. Кіші немесе тең x-ға. Енді бұл жерде 240 пен 10-ды қысқартатын болсақ 24 қалады. 24-ті 3-ке көбейтетін болсақ 72 болады. Сонда x деп отырғанымыз үлкен немесе тең 72 км сағаттан. Сонда екінші сұрақтың жауабы былай болады. Автобус осы аралықты 3 сағат 20 минуттан артық емес уақытта жүріп өту үшін кемінде 72 км сағат жылдамдықпен жүру керек.